Сәлем достар, сіздермен бірге Пифагор арнасы. Бүгін біз мектепте тікбұрышты үшбұрыштың катеттерінің квадраттарының қосындысы гипотенузаның квадратына, яғни а квадрат қосылған б квадрат тең болады с квадрат деп жаттап алған қызықты Пифагор теоремасын дәлелдейтін жолдарды талқылайтын боламыз. Бірінші жолы қабырғалары а болатын квадрат және б болатын квадратты бұлай өзара перпендикуляр қоямыз. Екеуінің мына қабырғалардың арасындағы бұрыш 90 градус болу керек. Және бізде мына екі квадраттың мына бұрышы мен мына бұрышын қосатын болсақ, мынадай катеттері а және б болатын тікбұрышты үшбұрыш шығады. Сол тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасына тұрғызылған квадрат с квадрат. Яғни бұл дегеніміз екі квадраттың аудандары үшінші мына гипотенузаға тұрғызылған квадраттың ауданына тең. Яғни бізде осындай 3 квадрат ыдыс болатын болса, биіктіктері бірдей, 1 см болмасын 2 см. Яғни осы екі ыдыстың ішіне су толтырып, сол суды мына с квадраттың ішіне құятын болсақ, үшінші квадраттың ішіне құятын болсақ, онда осы екеуінің ішіндегі су мынаны бетпе-бет толтырады деген сөзді білдіреді. Енді келесі жолына көшейік. Осы тұрған квадраттың ішін, үлкен квадраттың ішін бұлай толықтыратын болсақ, және оның ауданын табатын болсақ, s тең болады а квадрат бар қосылған b квадрат бар қосылған, және бізде мындай 4 тікбұрышты үшбұрыш бар, олардың әрқайсысының ауданы АБ бөлінген 2. АБ бөлінген 2. 2 қалады. Сонда бізде а квадрат қосылған б квадрат қосылған 2 АБ деген формула шығады. Ал енді жаңағы мына үлкен квадраттың ішін тікбұрышты үшбұрыштармен осындай жолмен толтыратын болсақ, ортасына мына с квадрат деген сыйып кетеді. Енді осы жолы осы үлкен квадраттың ауданын табатын болсақ, бізде с квадрат бар қосылған 1, 2, 3, 4. Жаңағы 4 тікбұрышты үшбұрышымыз бар. АБ бөлінген 2. 2. Сонда бізде шығады с квадрат қосылған 2 АБ. Енді осы екі ауданды теңестіретін болсақ, екеуі тең ғой. Бір квадраттың ауданын тауып жатыр. А квадрат қосылған б квадрат қосылған 2 АБ тең болады с квадрат қосылған 2 АБ. Теңдіктің екі жағында да АБ дегенді алып тастасақ, бізде а квадрат қосылған б квадрат тең болады с квадрат деген Пифагордың теоремасы шығады. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар, ұнамаған болса дизлайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийде қалдырыңыздар, пікірлеріңізді комментарийде қалдырыңыздар. Рахмет.